Жан. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге Айдана ханым туралы айтқым келіп тұр. Себебі Айдана ханым жол ашып береді, екі ұрсып қалған жұп болса соларды татуластыруға көмектеседі. Бағалы бір қымбат сыйлықтарыңызды, заттарыңызды жоғалтып алған болсаңыздар, соны тауып беруге деген сияқты тағы бір осындай ситуационный проблемалар болса, соның барлығын шешіп беруге көмектесетін осы кісі, отметкасын қалдырып кетейін, өте комфортный адам. Жазып, осы кісімен сөйлесіп, сондай бір енді проблемаларыңыз, сұрақтарыңыз болса, осы кісіге жазсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн болсын достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік болсын, ал бізге де сәттілік деп қойыңыздар. Алланың қалауымен бісміллә деп бүгін алғашқы заказдарымызға келіп жатқан жайымыз бар, күндізгі той. Бүгін өзіміздің райондағы Ясмин мейрамханасындамыз. Бүгін енді 2-3 заказ Алла қаласа үлгеруге тырысамыз. Сіздер де егер де қуаныштарыңызда менің ән шырқа би-билеткенімді қаласаңыздар, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар, барып қойыңызды жандырып, билетіп, күшті қыламыз ғой. Ал наурыз деп өзіміздің үйде де өзімізге деп көже пісірді. Құрсын елдің сторисіне қарап көжден аңсамай өзіміз пісірек деп, міне мама түнімен дайындап пісірген көжесі, міне қараңыздар, наурыз көже. Айока, қалай күшті ма? Ішеміз ба енді? Ас болсын. Қараңыздар. Маяқта ет, қазы, маяқта мамалар келді Сарағаштан. Ақыр айтып қайта білеген Сарағаш деп. Қараңыздар. Жаңағы тонусы болмаса дейді, общем, мышцалар дұрыстанмай қалса, сондайдың барлығына массажбен просто кетіре саласы. Ешқандай бір дәрі мәрі іштеңесі массажбен де кетіруге болады. Енді оның барлығын бүкіл ақпаратты Назерке ханымның мен мұнда WhatsApp-ын қалдырып кетемін, сол жаққа жазсаңыздар, Сафи массаж орталығына хабарлассаңыздар болғаны. Назерке ханымның өзінің окошкасы бос емес болса, Назерке ханым өзі оқытқан Сафи массаж орталығының қыздарына да хабарласып, сол жаққа массажға барсаңыздар да болады. Үйге шақыртсаңыздар да болады, массаж центріне барсаңыздар да болады. В общем, жағдай жасалған. Біз сияқты өстіп шақырып алып, бірге көже ішсеңіздер де болады. Массаж жасатып қойып. Сол, в общем, айта салайын дегем, наурыз құтты болсын. Ал Аружан Жұмабекпен Жандос айтысып жатыр. Қалай болып жатыр эфир? Күшті болып жатыр. Екеуі де өнерлі жігіттер ғой, жалпы. Өте керемет болып жатыр, айтыс. Эфир қалай болып жатыр? Жақсы. Қызықтар алды әлі. Ал бүгін өнерлеріңізді көріп жатырмыз. Өте керемет. Тағы да эфирге қандай қызықтарыңыз бар дайындаған? Енді алдағы уақытта өнерімізбен, осындай мерекелік эфирлерде өнерімізді тарту етеміз, паш етеміз. Айтысқа келетін болсақ, енді Жандос бізде ақын ғой. Мен сәл ақындығым жоқ та, мен ән айтамын деген сияқты. Сондықтан да сәл қиындау болды енді маған. Бірақ оның өзінде жаман емес. Халық бағасын берді.